рухани азығы мол, көзқарасы қазіргі заман адамдардың көзқарасымен деңгейлес, көркөз, адамды тартатын, иманға қарап адамдардың дінге деген құлшынысы артатын адамдай болу керек. Дін және қоғам адамы болғандықтан өзінің дұрыс жүріс-тұрысына және де мәдениетіне көп көңіл бөлу керек, және де білім жағынан өте жоғары болу керек. Имам белгілі бір дін ілімін алған, Құран сүннеттер жатқа білетін, шариғатты толық білетін адам деп ойлаймын. Адамдарды дұрыс жолға шақыра білетін иманды адам болу керек деп ойлаймын. Қоғамдағы әрбір адам жағын түсіне білетін, оқыған, діни сауаты өте мықты, рухани мәдениеті жоғары адам нағыз имам бола алады. Қазіргі түрлі ағымдардың көбейіп кетуіне байланысты жастарға тура жол көрсететін, діни білімі жоғары адам болу керек.